Қайырлы күн. Біз бүгін ерекше әрі маңызды тақырыптардың бірін діни экстремизмді қозғайтын боламыз. Біздің қонағымыз Парасат қоғамдық бірлестігінің теолог маманы Жакенов Қанат Қуанышбайұлы. Қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет. Менің бірінші сұрағым, діни экстремизм дегеніміз не және ол қалай пайда болады? Жалпы экстремизм дегеніміз мағынасы шеттету деген мағынаны білдіреді. Яғни белгілі бір қоғамның арасында іріткі салу, бөліну деген сияқты мағынаны береді. Енді діни экстремизмге келетін болсақ, жалпы экстремизм мен терроризм сөз тіркеске біз соңғы уақытта діни деген сөзді қолдана бастадық. Ол не үшін? Экстремизм жаңа айтып өттік, шеттету, қоғамның арасында іріткі салу. Ал терроризм дегеніміз ол жаңа теракт ұйымдастыру деген секілді мағынаны білдіреді, адам өлтіру, митинг жасау деген секілді. Ал енді сол экстремизм мен терроризм сөз тіркесінің алдында біз діни деген сөзді қолдана бастадық. Не үшін? Себебі белгілі бір экстремистік идеясы бар, яғни елдің арасына іріткі салатын, адамдарды қоғамнан бөлетін деген секілді. Және сол экстремистік идеясын жүзеге асырып теракт ұйымдастырған діни сипаттағы адамдарды көрдік. Яғни сыртқы келбетінде діни сипаттағы, діни ғибадат орындаушы ретіндегі сипат адамдарды көрдік. Сол үшін біз белгілі бір экстремистік идеясы бар, ол экстремистік идеясын жүзеге асырып теракт ұйымдастырған азаматтардың діни ұстанымдары бар екенін, яғни сыртқы келбетінде сақалды болу, тағы да басқа деген секілді діни атрибутикалық киімі болған себепті экстремизм мен терроризм алдында діни деген сөзді қолдана бастады. Сондықтан діни экстремизм дегеніміз сол, яғни экстремистік идеясы болып, оны жүзеге асырған азаматшылардың діни сипаттағы адам болған себепті діни экстремизм сөзді қолдана бастадық. Бірақ кез келген діни сипаттағы адам ол экстремист, ал террорист емес. Сондықтан экстремизм, терроризм өз алдына, дін деген өз алдына нәрсе, бірақ соңғы уақыттары экстремизм мен терроризмді дінмен көп адамдар жаңағыдай алмастыруда. Бірақ бұл жердегі кейбір діни ұйымдардың жат біздің елімізге қарсы, салт дәстүрімізге, ұлттық құндылығымызға қарсы жат діни ұйымдардың осындай экстремистік әрекеттерге барғандығы, ол көптеген оқиғаларды айтуға болады. Сондықтан діни экстремизм деген түсінікті біз осылай аударып берсек, яғни түсіндіріп берсек болады былайша айтқан кезде. Келесі сұрақ, жастарды теріс діни ағымдарды таратуға қандай әдістер итермелейді? Енді қазіргі уақытта жастардың көбі діни ағымдарға, жат діни ағымдарға кетуінің бірден бір себебі бұл енді әлеуметтік желі. Қазір 21-ші ғасыр ақпараттың заманы, сондықтан әлеуметтік желіде бұл діни ұйымдар, діни ағымдардың ақпараттары өте қатты белсенді. Ең біріншіден жастарымыз сол әлеуметтік желіде өте мұқият болу керек. Әлеуметтік желідегі парақшаларда кімге тіркелген, оның ішінде жаңағыдай діни контент жүргізетін азаматшылардың бағыты қандай, қай бағытта екенін ол кез келген айырып білмейді, оны ара-жағы ажыратып білмейді. Жалпы әлеуметтік желіден діни ақпаратты алу керек емес деп айтар едім мен негізі. Неге? Себебі ол интернетте кез келген ақпаратты аласыз. Мысалы кейбір мамандар айтады, әлеуметтік желі, жалпы интернет ол мусор дейді, яғни қоқыс жәшігі секілді дейді. Неге? Себебі оның ішіне сіз кез келген ақпаратты таба аласыз, кез келген нәрсені аласыз. Ал ол әлеуметтік желідегі, интернеттегі ақпараттардың барлығы ол сүзгіден өтпеген, фильтрден өтпеген былайша айтқан кезде. Мысалы біз суды не үшін фильтрмен қолданып ішеміз? Фильтрді суды қолданып ішеміз, себебі су таза болу керек, ішін тас болмау керек деген секілді. Сол секілді әлеуметтік желідегі ақпараттың, оның ішінде діни ақпараттар әлеуметтік желідегі, олардың барлығы жаңағыдай сүзгіден өтпеген. Сондықтан жастар ең бірінші әлеуметтік желіде діни бағыттағы контенттерді, діни бағыттағы бейнематериалдарды қараған кезде өте мұқият болу керек. Және мейлінше діни бағыттағы діни сұрақтарды әлеуметтік желіден емес, әр діннің өзінің маманынан сұрау керек. Мысалы біздің елімізде қазір заң бойынша емес, жалпы кіріспеде екі дәстүрлі дініміз бар. Ол бірінші ислам, оның ішінде Әбу Ханифа мазхабы, одан кейін екіншісі христиан православ бағытындағы. Осы екі дін бізде дәстүрлі дін болып табылады. Сондықтан осы екі діннің, осы діндерге жастар қызығатын болса, сол діннің жаңағыдай мамандарына барып сұраған дұрыс. Исламның бағытындағы сұрақтар болса, ислам мешіттегі мамандарға, дін мамандарына, ал егер христиан православ бағытына, дініне жаңағыдай қызығатын болса, сол жаңағыдай шіркеулерге барып, сол жердегі мамандарынан барып сұрауы тиіс. Әлеуметтік желіден
діни ақпаратты да алмаған дұрыс. Ал қазір жастарға көп діни ағымдардың сондай әлеуметтік желі арқылы ықпалы көбірек. Рахмет. Ал заңсыз діни ағымдарды қалай ажыратуға болады? Енді елімізде заңмен тыйым салынған діни ұйымдар бар. Олардың бірнешеуі елімізде жалпы заңмен тыйым салынса да өзінің қызметін жүргізіп жатыр. Жалпы діни ағымдар біз қалай айыра аламыз? Ең бастысы біздің ұлттық құндылығымызға қайшы келсе. Ұлттық құндылық дегеніміз ол салт дәстүр, мәдениетіміз, тіліміз, тарихымыз. Яғни кез келген діни ұйым, діни ағымдар, жат ағымдар осы ұлттық құндылыққа қайшы келетін болса, онда оларды біз діни ағым ретінде көреміз. Ал дәстүрлі бағыттағылар, яғни дәстүрлі дініміз біздің салт дәстүрімізге, ұлттық құндылығымызға қайшы емес. Яғни біздің дәстүрлі дініміз ұлттық құндылығымызбен егіз, былайша айтқан кезде. Кез келген діннің кейбір амалдары біздің салт дәстүрімізде, біздің мәдениетімізде бар, былайша айтқан кезде. Сондықтан кез келген ақпарат біздің ұлттық құндылығымызға қайшы келетін болса, онда біз білеміз, бұл ақпарат діни ағымдардың, діни жат ұйымдардың әрекеті, олардың насихат екенін біз содан айыра аламыз, былайша айтқан кезде. Ал келесі сұрақ, егер өз ортамнан күмәнді діни насихатты байқасам, ең алдымен не істеуім керек? Ең бірінші, жалпы жастар мектеп қабырғасында болатын болса, көпшілігі мектеп қабырғасында ғой, жаңағы бұл сұрақтардың көпшілігі. Ең бірінші ата-анасына айту керек. Жаңағыдай діни бағыттағы ақпарат, діни ұйымдардың, жат діни ағымдардың ақпараты жолығатын болса, ең бірінші ата-анасымен ақылдасу керек. Себебі ең бірінші ол үшін ең қымбат адам ата-анасы. Сондықтан бірінші ата-анасынан сұрау керек. Одан кейін барып жаңағы мектеп мұғалімдерімен ақылдасу керек. Осындай ақпарат беріліп жатыр маған, қаншалықты дұрыс деген секілді. Содан кейін барып ата-анасы мен мектеп мұғалімдері оған жаңағыдай бағыт бағдар көрсетіп, дін маманына жолықтырады. Сондықтан ең бірінші қандай да бір ақпарат келсін келмесін ата-анасымен, одан кейін мектеп мұғалімімен айтып, содан кейін барып оны жаңағыдай ата-анасымен жаңағы мектеп мұғалімі оны сол саланың мамандарымен жолықтырып, сол ақпараттың дұрыс-бұрыстығын ажыратып алады. Жақсы. Ал біздің елімізде, Қазақстанда діни экстремизммен күрес қалай жүргізілуде, және біз жастар ретінде өз үлесімізді қоса аламыз ба? Ең бірінші діни жалпы ұйымдарға, діни ағымдарға, жат діни ағымдарға тойтарыс беру үшін жалпы білім керек. Кез келген нәрсеге білім кез келген уақытта ол маңызды. Білімді адам еш уақытта өзінің дінін, өзінің салт дәстүрін, өзінің бағытын жаңағыдай қателеспейді өзінің бағытынан. Сондықтан жастарымыз ең біріншіден білімге ұмтылса, білім алса, білім қуса, одан кейін енді діни экстремизммен күрес ол енді мемлекет тарапынан жасалуда, оның ішінде мектеп қабырғасында оқушыларға жаңағыдай ақпараттық түсіндіру жұмысын жүргіземіз, мектеп оқушыларымен кездесеміз, оларға жат діни ағымдардың сипаттарын айтамыз, елімізде заңмен тыйым салынған діни ұйымдардың тізімін көрсетеміз, жаңағыдай ағымдардың зардабын айтамыз, әртүрлі бейне материалдар көрсетеміз деген секілді. Бұл бағытта мектеп қабырғасында оқушыларға ақпараттық түсіндіру жұмысы жүргізілуде, алдын алу мақсатында оқушылармен кездесеміз, ата-аналармен кездесеміз деген секілді. Яғни белгілі бір деңгейде мемлекет тарапынан бұл бағытта күрес жүргізілуде. Жауап бергеніңіз үшін рахмет. Құрметті тыңдармандар, бүгін біз дін мен қауіпсіздік арасындағы байланысты түсіндік. Дін ол рухани құндылық, ал оны бұрмалау өте қауіпті. Жалпы маман ретінде жастарға айтатынымыз, дін деген өте ол нәзік нәрсе. Дін деген нәзік нәрсе. Сондықтан адам қандай бір дінге қызықса да ең бірінші сол маманнан алып, маманнан үйренген дұрыс. Себебі қазіргі уақытта айтып өттік қой, әлеуметтік желіде өте белсенді, көп жастарымыз әлеуметтік желіде отырады, Инстаграм болсын, TikTok болсын деген секілді. Сондықтан діни бағыттағы ақпараттарға өте мұқият болу керек. Жалпы діни білім ол әлеуметтік желіден алынбайды. Жалпы білім ол әрдайым ұстаздың алдында отырып алынатын нәрсе. Яғни айтады ғой, ұстаз жоқтың ұстазы шайтан дейді. Сондықтан білім ол ұстаздың алдында отырып алыну керек. Оның ішінде діни білім ол да жаңағыдай өз маманнан жаңағыдай қаралып, зерттеліп қайта маңыздылық берілетін нәрсе. Дін деген нәрсе нәзік нәрсе. Сондықтан жастарымыз діни ақпараттарды алатын кезде өте мұқият болса екен,
әлеуметтік желіден емес, достарынан емес, айналасындағы ортасынан емес, дінді өз маманынан үйренсін. Сондықтан себебі егер ол дінді өз маманынан үйренбесе, жастарымыз жаңағыдай жат діни ағымдардың ықпалына кетіп қалуы мүмкін. Себебі ол қоғамда бар нәрсе, қоғамда ол күн тәртібінен түспейтін мәселе, дін мәселесі. Сондықтан ағымдар кез келген уақытта жат діни ағымды жастарды алдап арбау жолында әртүрлі әдісті қолдануы мүмкін. Сондықтан жастарымыз бұл ағымдардың қатарына кетпеу үшін оған белгілі бір деңгейде сауаттылық керек. Ең бастысы білім керек. Сондықтан жастарымыз білімді, сауатты болса, осындай теріс діни ағымдардың қатарына кетпейді деп ойлаймын. Рахмет. Дұрыс таңдау жасап, бейбіт қоғамның тірегі болайық. Келесі кездескенше сау болыңыздар.